Елбасы бүгін сондай-ақ Бәйтерек ұлттық басқарушы холдингі акционерлік қоғамның басқармасы төрағасын қабылдады. Қуандық Бишімбаев мемлекет басшысына холдингтің компаниялар тобы жүзеге асырып жатқан инвестициялық жобалар жөнінде баяндады. Бәйтерек холдингіне кіретін даму институттары Самұрық Қазына акционерлік қоғамның іске асыратын трансформацияны назарға алғаны жөн. Және шағын және орта бизнесті қаржыландыруға мемлекет бөлген қаражат тиімді игерілуін қадағалау тиіс. Қуандық Бишімбаев холдинг жаңа даму стратегиясын қабылдағанды айтты. Бұл құжаттың мақсаты Қазақстан 2050 стратегиясын жүзеге асыруға қатысу, елдің индустриялық инновациялық даму бағдарламасын қаржыландыру, шағын және орта бизнесті қолдау. Елбасы жаңа тапсырмаларды біздің алдымызға қойды. Олар біріншіден біздің экономикамыздың даму институттарының қолдау көрсету қызметін белсендету, шағын және орта бизнеске қолдау көрсету және елбасының тапсырмасымен 100 миллиард теңге бөлінген ұлттық қорынан ақша, сол ақшаны тиімді пайдаланып, шағын және орта бизнеске жеткізіп, біздің экономикалық дамуын ары қарай жандырту.